Бәріне сәлем, сіздермен бүгін I love Назым. Бүгін біз өз стилінде қалай табуға болатыны туралы айтатын боламыз. Әр қыз баласы өзінің ерекше стилін, өзіне сай стилді іздейді. Сондықтан да мен бүгін өз стилінде қалай табамыз деген сұраққа нақты жауаптар айтқым келеді. Бұл видеоны түсіруге шабытымды ашқан адам ол өзім. Өйткені мен өте ұзақ уақыт бойы өзімді іздеген адаммын, өзім стилімді, мен кіммін деген нәрсені осы сұрақпен кәдімгідей ұзақ уақыт бойы жүрген адаммын. Сондықтан да осы опытымнан сендерге беріп жатқан күшті формулам. Сондықтан бұл формуланы кәдімгідей пайдаланып, өз өмірлерін қолданып, ұзақ уақыт кетірмей, қысқа уақыт ішінде нағыз өз стильдеріңді, нағыз изюминкаларыңды осылай оңай таба аласыңдар. Ал всем сәттілік! Өз стиліңді табу туралы қазір мен 8 қадамдармен бөлісетін боламын. Кәдімгідей оны жазып, уже өмірлеріңізде практика ретінде қолдана бастаңыздар. Егер де оны қолданбасаңыздар, қазір жай тыңдағаннан бұл видео сізге пайдалы болмайды. Ал егер де шынымен де пайдалы болсын десеңіз, міндетті түрде қазір осы видеодан кейін сразу же әрекетке көшіңіз. Ал енді біз өз стилімізді қалай табамыз деген сұраққа жауап берейік. Стильді табу деген нәрсе өзіңді табу деген сөзбен өте бірдей болып келеді. Стильді тапқан кезде өз-өзіңді де тану, өз-өзіңді таныған адам болу маңызды. Стилімізді таппас бұрын бірінші өзімізді танып алу керекпіз. Себебі жаңа айта кеткендей, стиль сенің характеріңді, сенің ішкі жан дүниеңді, сенің кім екеніңді көрсетіп тұру керек. Бірінші істейтін нәрсе сен өзіңнің кім екеніңді анықтап ал. Бірінші, сенің характерің қандай? Өзімді мысалға келтіретін болсам, мен более өзімді ерке, нежная, кейде андай мақсатқа жететін қыз, арманшыл қыз, қияли қыз деп өз-өзімді осылай қысқа сипаттаймын. Дәл солай өз-өзімді қысқа осылай сипатта. Келесі сұрақ, адамдардың көзіне мен қалай көрінгім келеді? Яғни, сен стиль арқылы адамға сен өзінің кім екеніңді көрсеткің келеді, қандай тұлға ретінде сен көрсеткің келеді. Мен өзімнің қандай нежная екенімді, қандай ақылды екенімді көрсеткім келеді. Солай жазып қой, кәдімгі тізіммен жаңа мен айта кеткенде жазып қойсам болады. Одан кейін сен өзінің қандай ортада екеніңді анықта. Яғни, мысалы өзім айтатын болсам, мен студентпін, бизнеспен айналысамын, мен жұмыс істемейтін же үйде отырған адаммын деп тоже жазып кетіңіз. Бұл өте тоже, бұлардың бәрі өте маңызды. Одан кейін киімдерде нені ұнатып, нені ұнатпайтыныңызды жазыңыз. Мысалы, маған шерстен жасаған киімдер мүлде ұнамайды. Неге? Маған өйткені денемді қышытып аллергия береді. Сол сияқты жазып кетіңіз. Мысалға, мен биік өкшелі туфли кие алмаймын. Менде көбінесе аяқ киімдердің жай табан, немесе керісінше үнемі туфли киіп жүремін деген сияқты осындай пункттарды жазып кетіңіз. Өзіміздің стилімізді, біздің характерімізді, өмірдегі орнымызды анықтағаннан кейін біз өзіміздің тип фигурамызды анықтайтын боламыз. Сіздің тип фигураңыз қандай? Мысалы, тип фигура түрлері бізде сочные, часы, груша, яблоко, үшбұрышты, керісінше үшбұрышты деген сияқты фигура түрлеріне бөлінеді. Бұл туралы білгілерің келсе, менің TikTok, Instagram аккаунтыма өтіңдер. Сол жерде фигура түрлері туралы анықтамалар бар. Және де YouTube арналарыма тіркеліп кет. Жақында осы қазір түсіріп жатқан видеома жауаптарын мен келесі видеода салатын боламын. Сондықтан колокольчикті басып, маған тіркеліп қой, видеоны жіберіп алма. Одан кейін өзіміздің цветотипімізді анықтайтын боламыз. Яғни, саған қандай түстер жарасады, қандай түстер мүлде жараспайды. Мысалға, маған қара түстер қатты ұнамайды, сондықтан да мен гардеробымда қара түсті киімдер өте аз. Солай жазсаңыз болады. Маған сары түс ұнамайды, қызыл түс ұнамайды, және де ол маған, мне кажется, жараспайды деген сияқты солай бөліп кәдімгі жазып қойыңыз. Мысалға, маған сары түс, жасыл, ақ түстер қатты жарасады, солай мен осы түстер маған жарасады деп жазып қоямын. Келесі формула ол өзіңнің жасыңды және де социальный статусыңды белгілейсің. Жаңа айта кеткендей, өзінің мамандығыңды, кім болып жұмыс істейтінді, немесе кім болып осы өмірде рөл ойнайсың, солай жазасың. Қандай өмірде мәселелермен айналысасың. Мысалы, хобби түрлерін жаз.
Мысалы мен өмірде мысалы бір күнімді алатын болсам, мен жұмыстан кейін спортқа барамын, одан кейін ары қарай тағы да қосымша жұмыс орындаймын деген сияқты кәдімгідей бір күнде не нәрсе істейсіз, сол нәрсені тоже жазып қою керексіздер. Осы нәрселердің бәрін біліп алғаннан кейін, сұрағымызға жауап алғаннан кейін, примерно көзімізде уже қандай стильге жақын екеніміз көріне бастайды. Мысалға өзімді келтірейін, осының бәрін мен анализ қалай жасадым. Өзім характерімді, жаңағы цветотипімді, фигуратипімді, статусымды, жасымды анықтағаннан кейін мен примерно уже көзіме көріне бастады. Маған киім ыңғайлы болу керек, қатты яркий болмау керек, более андай нежный, базовый оттенктерде болса, мен осы өмірде киінуге ыңғайлы екенін көзім елестете бастады. Осы көбінесе мен өмірлік талпынысыма қараған кезде мен более романтизм деген стильге жақын екенімді көрдім. Сондықтан да мен киімімде американ стилімен романтикалық стильді қалайтынымды түсіндім. Сондықтан да бұның бәрін тоже осы алған нәрселеріміздің бәрін қорытындысын тоже примерно қандай стильге ұқсас, қандай нәрселер болу керек екенін көргеннен кейін тоже солардың бәрін жазып шығамыз. Тағы да маңызды нәрсе бар. Тип фигураны айтқан кезде сіздерде қандай минус, қандай плюс бар, соны жазамыз. Мысалға, менің қолдарым үлкен, мен қолдарымды көрсететін киімдер кигім келмейді. Или наоборот, менің аяқтарым өте арық, мен аяқтарымды наоборот толығырақ қылып көрсететін киімдер кигім келеді. Или керісінше, мен аяқтарым толық, мен оны арық қылып көрсететін киімдер кигім келеді. Менің бойым кішкентай, менің бойым ұзын болғанын қалаймын. Солай деп кәдімгідей осылай тоже жазып өтеміз. Бұлардың бәрі өте маңызды. Бәрін жазу арқылы киімде қандай плюс, қандай минус болатынын біз примерно уже көре бастаймыз. Мысалға, киім сенің бойыңды қысқартпау керек екенін, киім сенің толықтығыңды көрсетпеу керек екенін уже түсіне бастаймыз. Ішкі сезімге деген комфортты жазу бұл өте маңызды. Ал қыздар, енді ең қызықтысы, енді біз шабыт алатын жерді іздейміз. Яғни сендер көздерін жаңа примерно елестеттіңдер ғой, қандай стильді болу керек екенін. Енді соны интернет желісін ашып, сол жерден өзімізге ұнайтын стильдерді кәдімгідей қарап шабыттанатын боламыз. Мен Pinterest'ті ашып, ішінен өзіме ұнайтын образдарды өзіме сақтап қоямын. Қандай стильде болуым керек, мысалы old money, American, sport chic, қандай оттенктерді киімдер прям өзіме ұнайтын стиль дегендердің бәрін кәдімгідей өзіме сақтап қоямын. Енді сол бәрі сақтап қойған фотолардың бәрін қоста, примерно бәрінде қандай киімдер көбінесе қайталанды. Мысалға, көп образдарда оказывается сен туфли киген қыздарды сақтап қойған екенсің, немесе көп көйлек киген қыз, немесе көбірек спортивный киім киген қыздарды сақтап қойған екенсің, сондай образдарды. Сол образдарды уже соның бәрінде ең көп нәрсе не көп қайталанса, значит сол стильде сенің қызығушылығың бар, яғни сен қандай нәрседен шабыттансаң, сол нәрсе өз ішінде бар дейді ғой. Қандай адаммен восхищаться етсең, сол адамнан қызыққан нәрсе ол сенің ішінде скрытый талант дейді ғой, сол сияқты ішінде бар деген сөз. Значит, сен сол жерден көрген нәрседен қай нәрседен прям вау, қалай күшті деген болсаң, тот самый сенің стилің. Так что бұл идеяны сразу қағып алды, сразу әрекетке көш, өйткені бұл сенің кәдімгідей тот самый өзінің стилін тез табуға көмектесетін күшті бір лайфхак. Ал осыны бәрін уже анализировать етіп, бәрін көрдік, вот осы стиль екен болды, күшті, мен мотивация алдым, анау дейміз. Енді гардероб қарамыз. Гардеробта біреуінің киімі өте көп болуы мүмкін, біреуінің киімі почти жоқ болуы мүмкін. Енді не істейміз? Қандай киімдер артық екенін, қандай киімдер керек екенін тізімдеп кәдімгідей жазатын боламыз. Көзімізде елестеткен стильге сен гардеробында не нәрсе бар, не нәрсе жоқ екенін жазып қоямыз. Мысалы, мен романтизм стильді алатын болсам, менде мысалға романтикаға әдемі украшениялар бар екен, туфли бар екен, бірақ романтикалық стильді көрсететін менде көйлектер жоқ екен, какой-то воланнан жасалған рубашкалар, юбкалар жоқ екен деп оның бәрін кәдімгідей жазып қоямыз. Не нәрсе жоқ, не нәрсе бар деген сияқты сол жазамыз. Ал киімі көп адамдарды алатын болсақ, өзіне ұнамай қалған киімдерді, бір жылдан артық кимеген киімдерді бәрін бөлек полкаға жинап, немесе басқа адамға сыйлап, кәдімгідей ол нәрседен құтыламыз. Ал көзімізге елестеткен стильге ұқсайтын киімдерімізді қалдырып қоямыз, ал қалған керек еместердің бәрін лақтырамыз. Оның бәрі керек емес. Лишний мусор жинаған сайын біздің басымызда мусор, айналамызда мусор болады. Так что қыздар артық киімнен
арылып босатып отырамыз. Когда ескі құсқыны жіберген кезде оның орнына үнемі жаңа нәрсе келеді. Бұл нәрсені есте сақтап жүріңдер. Реально не то что киіммен, өмірдің заңдылығы өзі сондай. Ескі нәрсені когда жібересің, сол кезде саған оның орнына міндетті түрде жаңа нәрсе келеді. Не керек не рас болған, потом ақырын уақыты келген кезде уже осы список дайын, иә. Енді ақырын уақыты келген кезде, ашылған пайда болған кезде, шопинг жасайтын уақыт келген кезде жаңағы спискқа жазған киімдерді ғана аламыз. Артық нәрсе алмаймыз, потому что қыздар стильге енді келіп, өзіміздің нағыз стилімізден тауып жатқан кезде артық нәрседен сақтанамыз. Өзімізге спискта не бар, соны ғана алсақ, ақшамыз да үнемделеді, миымыз да нервный болмайды. Тот самый жаңа ақылмен ойланып таңдаған киімдерімізді алғаннан кейін ертең гардеробымызға ол өте қатты күшті, ертең күшті образда шығаруға өте қатты көмектеседі. Шопинг барысында ол киім қатты ұнауы мүмкін, бірақ ол сенің списогыңда болмаса, оны алмаған жөн. Өйткені ол басында ғана эмоция болады, ал үйге келгеннен кейін ол нәрсе 99%-ға керек емес болып, жай ғана сен шкафында жай ғана тұруы мүмкін. Енді стильмен жұмыс істеп бастағаннан кейін мен сендерге бірінші списоктағы киімдерді алып, кәдімгідей сол нәрсеге бірінші сумма құюларыңды сұраймын. Өздеріне байқаған шығарсыңдар, шопинг жасаған кезде реально керемет киім біліп тұрмыз, бірақ ол денемізге әдемі тұр, ұнайды деп эмоцияда ала саламыз да, үйге барып киіп көріп, уже нормально, вроде бы нормально. Бірақ ол тосын бірнеше жылдан кейін, бірнеше апталардан кейін ол киім киіп жүрген жоқпыз. Неге? Потому что ұнады, бірақ ол киюге ыңғайсыз киім. Сенің гардеробыңда мүлде сай емес киім болғаннан кейін сен ол нәрсені уже немен сочетать ететінді білмейсің. Поэтому ондай киімдерді кішкене кейінге қалдырып тұрамыз. Бірінші самый нужный деген, самый базовый немесе сен жаңа керек деген яркий киімдерді алған дұрыс. Өзіңнің стиліңді табу барысында тәуекел жасауға қорықпаймыз. Сенің гардеробыңа яркий киімдер керек болса, смело қорықпай аламыз. Егер сен гардеробыңа необычный киімдер қосқың келсе, смело қорықпай оны кие бастаймыз. Потому что ол сен характерінде бар, сенде смелость деген. Сондықтан киіміңде сенің смело екеніңді көрсетіп тұру керек. Берген бар формуламды қоса, сен уже өз-өзіңді тани бастайсың, кәдімгідей кім екеніңді. Оказывается, я такая. Вот почему на стилде өзімді дискомфортно сезінемін, вот почему стилде өзімді күшті сезінемін, менің стилім осы екен ғой деп енді түсіне бастадың. Сен өзіңді енді танып бастаған кезде, это тот самый кайф, когда сен өзіңді уже күшті танисың. Өзіңді көбірек таныған сайын, өз-өзіңді ести бастаған сайын, сенің сыртқы келбетің де өте әдемілене бастайды, яғни сенің стилің де өзіңе жарасымды, прям кайф сезінетін боласың. Киімің қандай болса, сен киімің сияқты өз-өзіңді ұстайсың. Киім нағыз кім екеніңізді көрсетіп тұратын күшті құрал. Енді өзіміздің стилімізді тапты. Енді стиль таңдау барысында всегда рисковать етеміз, қорықпаймыз, алға жүреміз. Басында қателіктер болуы мүмкін, дұрыс емес покупкалар болып қалуы мүмкін. Гардеробыңызды ашқан кезде сіз түсіндіңіз, бұл стиль оказывается вообще менікі емес екен ғой, не нәрсе киіп жүргенмін деп кәдімгідей осознанность келіп жатыр да сіздерге. Енді сол нәрсенің бәрін кәдімгідей енді сіздер білетін боласыздар, қандай киімдер сіздерге нағыз өзіңізді көрсетіп тұратын киімдер екенін. Енді ақырын оған уақыт керек, уақытқа ақырын асықпай, кәдімгідей плавно, қызша, нәзікше, әдемі, бұл кәдімгідей ақырын, өз-өзімізді прям қинамай, ақырын уақыт өте келе, ақырын өз-өзіміздің стилімізді кішкенеден бастап үлкен дәрежеге жететін боламыз. Всегда жетістікке жету үшін сен бірінші оның ауырынан емес, кішкентайынан баса дегендей, кішкене аламыз. Бұйыртса өте стильный, өз-өзіңді күшті сезінетін киімдер табуларыңызға тілектеспін. Киімдер всегда сіздердің өз-өздеріңізді жақсы сезінуге құрал болу керек. Өз-өзіңді жақсы сезінген сайын өзіңе сенімді де боласың, өз-өзіңді ұстағың келген тұлға да бола аласың. Кез келген ортаға сен уже көп адамдарға бар өзіңді көрсеткенің үшін уже ұнай бастайсың. Өзіңді нағыз өзің болып сезініп, өз-өзіңді больше жақсы көретін боласың. Осындай күшті рубрика болды. Сендерге ұнаса міндетті түрде лайк басып, астына комментарийда өз ойларыңды жазып кетіңдер. Осы саналы күйдегі стильдерің қандай екенін жазып кетіңдер. Маған оқу өте қызықты. Әркім өзінің стилін тапса, мен үшін бұл өте бақыт. Сондықтан да маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.
ал күндерім. Видеоны до конца қарағандарына рахмет. Тағы да сұрақтарым болса қойып кетіңдер. Бұл сұрақтарға мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше бай бай.